Ассалаумағалейкум, Ақжағалы үкімет басшылары, президент мырза, Бектенов мырза, соцзащита министрлігі, депутаттар, біздер Ақтау қаласы 19А шағын ауданының 16-шы дом тұрғындарымыз. Біздің ауызша заявлениеміз, біздің үйде жылу жоқ. Бұл үйде тұратындар көп балалы ата-аналар, бірінші топ мүгедек, әр топтағы мүгедектер, ерекше балдар. Сол айтарымыз, осыдан 2 аптадай жылуымыз жоқ, үйде тоңып, дірдектеп отыр. Сізге айтарымыз, біздің мәселемізді шешіп беруіңізді сұраймыз. Өтінішпен әкімшілікке де барып жатырық, аяқтай